судың сапасы неге төмен? Мен нақты жауап бере алмаймын. 100% бәрі қамтылып қойған уже. Жалпы күнге қанша қаржысыздар? 72 миллион болады. Қанша қаржы есепке енбей қалған? 1,5 ай болды. Адам басына төлеп отыр қаншасы? Тариф көтеріледі. Тариф көтерілмесе қарыздан шығуымыз қиын болады. Біздің жұмсақтығы болса керек. Проблемаларымыз жетерлік. Құдықтардың бетін асфальттың бірдей қылып жаңағыдай реттеуге 30 бар асфальттан жоғарысы. өтірік жиі тастады. Кейбір кезде де сондай болып қалады. 192 миллион теңге мемлекеттен бөлінген сіздерге, иә, қазынадан, иә? Айлықтары төмен. Айлығын көбейтсек, бізге көп жеңілдік болады. Армысыздар, Ақпарат Ньюс YouTube арнасының көрермендері. Бүгін ашық әңгіме алаңында кезекті сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жетісай су мекемесінің басшысы Сержан Мырза келіп отыр. Қош келіпсіз дейміз. Сәлем-ау, сұхбатымызды бастасақ, алғашқы сұрағымыз, жалпы Жетісай ауданында қанша елді мекен бар? Ол елді мекендердің орталықтандырылған ауыз суға қосылғаны қанша? Содан бастасақ. Жетісай ауданында Жетісай қаласымен бірге қосқанда 84 елді мекенде су беріп жатырмыз. Орталықтандырылған су құбырлар жүйесімен беріледі. 84 елді мекеннің барлығына. Олардың қаншасы, жалпы нешеуі жаңағындай тәулік бойы су алады да, нешеуі уақытпен алып отыр қазір? 15-і кесте бойынша беріледі уақытпен. Ал қалғандарының барлығына 24 сағат су беріп жатырмыз. Неге ол 15-іне жаңағындай уақытпен берудің қандай кедергілері болып тұр ол жерде, жаңағындай тәулік бойы беруге не кедергі болып тұр ол жерде? Оның су ұңғымаларының, машиналарының жетіспеушілігі қазірше. Оларды жақында шешіледі, құдай қаласа. Алтауы облыстық бюджеттен шешім табайын деп тұр. Ал қалғандары сметалық құжаттамаларын жасап жатырмыз. Жақында болғанда қанша уақыт? 25 жылға дейін толық 100% 24 сағат алатын боламыз, құдай қаласа. Дұрыс, мынау аудандағы ауыз судың сапасы неге төмен? Қазіргі жүргізіліп жатқан құбырлардан таза суды қашан ішеміз? Осы Жетісай қаласын өзіне алатын болсақ, бұл 60-шы жылдарда салынған құбырлар. Бұл жерде 3 түрлі құбыр бар. Чугунный бар, темір бар, үшіншісі асбест. Асбест трубаларға да ішіне лай толған несілері бар. Енді жаңадан құбырлар жүргізіп жатыр, жан-жақты енді тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр, қосып біртіндеп. Құдай қаласа, 24 жылдың осы наурыз айларында құдай қаласа толық қосамыз деген жоспар бар. Толығымен жаңадан тартылған құбырлардан таза сапалы ауыз су ішетін болады. Жетісайда 24 сағатқа қосылады. Өткен жылы осы ауданның аумағындағы елді мекендерге ауыз су берілді ме? Жалпы жаңадан қосылған елді мекендер бар ма? Биыл егер бар болса, қанша елді мекенге қосылды былтырғы жылы? Биыл қанша елді мекенге ауыз су қосылады? Былтыр 1 елді мекенге қосылған. Қай елді мекен? Жазықсай елді мекен болса керек. Биыл қанша елді мекенге қосылады? Бізде 100% бәрі қамтылып қойған уже. Ауыз суы жоқ, елді мекен жоқ. Біздің естуімізше, жалпы ауыз су мекемесінің сыртқа қарыздары өте көп дейді. Жалпы күнге қанша қаржысыздар? Бізде насос жөндеу мекемесі бар деген Мырзакентте, ИП Сырымеш деген. Оларға 11 миллион 254 мыңдай қарызымыз бар. Бұны салықтан қарызымыз бар. Сонымен қатар энергоимпульс деген бізге электронның қуатын беретін мекемеге 33 миллион бүгінгі таңға 33 миллион қарызымыз бар. Жалпы қарыздарымыз сонда 72 миллион болады.
жалпы қарыздарыңыз 72 миллион теңге болыпты. Осы қарыздардан құтылу үшін алдағы уақытта ауыз судың тарифін көтересіздер ма, әлде осы күйінде қалып қарыздан құтылудың басқа жолдарын қарастырасыздар ма? Қалай болсын? Тариф көтеріледі. Тарифті көтеруге беріліп қойылған ұсыныс антимонопольный комитетке. Олар рұқсат берілсе, тариф көтеріледі. Тариф көтерілмесе, қарыздан шығуымыз қиын болады. Сіз келгенге дейін ауыз су мекемесін Талғат Досболов басқарып келді. Жалпы Талғат Досболов қызметіне неге кетті, немесе кім кетірді? Ол жағын білмеймін, маған ұсыныс түсті. Осы ауыз су мекемесіне барасың деген. Ұсыныс тапсырма деген. Сол тапсырмаға сай бардық. Тапсырма ретінде келді болғанда, демек сіз бұл қызметке өз еркіңізбен емес, еркіңізден тыс келіп отырсыз, сізден сұраған жоқ. Барасың деді, келдіңіз, солай болып тұр ма? Енді мен бұдан алдын Жетісай қызмет мекемесінде директор орынбасары істеп көрдім. Енді өзіме де ол ұсыныс өзімді көрейін деген немен бардым. Досболовтың кезінде тағы бір әңгіме, есепсіз жұмсалған қаржылар болған дейді. Қанша қаржы есепке енбей қалған? Оны мен точносын білмеймін. Енген, енбегенін. Енді оны сол салада мамандар тексеріп беретін болмаса, мен нақты жауап бере алмаймын. Енді оны сұрап жатқан себебім мына қараңыз. Жаңа қарызыңыз 72 миллион деп отырсыз, иә? Мемлекет тарапынан сіздерге қанша қаржы бөлінген былтырғы жылға, 2024 жылға? 2024 жылы 56 миллион берілген. Ол мембраналарды ұстауға, кейін 136 миллион теңге құбырларды жөндеуге, тозығы жеткен жерлер. Соған берілген. 56 миллион бұлай, 136 миллион бұлай бөлінген болса, сонда жалпы 192 миллион теңге мемлекеттен бөлінген сіздерге, қазынадан. Одан бөлік жаңағындай тұрғындардың тұтынған суына жиналатын ақы бар. Солардың бәрін бүйтіп қосып есептегенде, соның өзінен бөлек сіздердің қазіргі қарыздарыңыз 72 миллион болып тұрса, ол кез келген адамда түсінікті жағы есепсіз қаржы болған. Есепке енбей қараған. Ол жағын білмедім. Қызметке келгеніңізге қанша уақыт болды? 1,5 ай болды. Тапсыру қабылдап алу актісі жасалды ма? Енді мекеменің толықтай жауапкершілігін мойныңызға ала алдыңыз ба өзіңіз? Приемыңыз дальше. Әлі жасалып жатыр. Өткенде қаулысы шықты. Өткізу қабылдау туралы. Бірақ әлі толық барлық мүлікті қабылдап алған жоқ. 1,5 айдан бері қабылдап ала алмауыңызға не себеп? Енді тапсырушы келген жоқ әлі тапсыруға. Досболов келген жоқ. Түсінікті. Мынау сіздер қызмет көрсетіп жатқан тұтынушылардың ішінде жалпы қанша тұтынушыға қызмет көрсетесіздер? Бүкіл қала мен ауылдарды қосқанда халықтан 25.284 үйге береміз. Одан бөлек 730 мекемеге береміз. Оның ішінде мектептер, балабақшалар. Осы өзіңіз айтқан жаңағы тұтынушылардың ішінде қаншасы су есептеуіш құралдарымен қамтылған, қаншасына су есептеуіш құралдары қажет? Адам басына төлеп отыр қаншасы? Мына қаланікі қазір Жетісай қаласы қосылған жоқ. Енді қосылайын деп жатыр. Осы жаңа айтып кеткендей, наурыз айында 90%-ға барады. Жалпы мектепте қалай оқыдыңыз? Орташа. Орташа. Жақсы.
Жақсы, иә? Өте емес, жақсы. Жақсы. 4-5. Жетісай қаласындағы 8343 үйдің 810-ы ғана бүгінгі таңда кәріз жүйесіне қосылған. Бұл жалпы үйдің 10%-ына да жетер-жетпес ғана болды. Қалғандардың кәріз жүйесіне қосуға не кедергі болады жалпы? Одан бөлек жаңағы 133 көппәтерлі үйлерде 1500 пәтер бар. Олардың қаншасы кәріз жүйесіне қосылған? Қосылмағандарды кәріз жүйесіне қосу бойынша қандай жұмыстар жүріп жатыр? Осы мәселеге кішкене тоқталып кетсеңіз. Өткен аптада осы аудан әкімі Серік Үсенұлымен бірге аралап, жастар көшесін араладық. Сол жердегі тұрғындармен сөйлестік. Кәріз жүйесіне қосу жөнінде. Ол кісілерде бір-екі нелері бар екен, проблемалары, бірақ бәрімен сөйлестік. Олар өз қаражатымен қосылуға келісті. Бірақ енді бірден бола қоймайды. Қалған үйлерді солай жайлап қосамыз деп ойлаймыз. Жалпы осы кәріз жүйесінен шыққан шағын су қайда кетіп жатыр? Бізде жерде КОС бар, очистительная станция, канализационная очистительная станция дейді. Сол жерге күніне 3600 куб су қабылдау неміз бар. Бірақ дәл қазір бізде основной суды көп беретіндер моншалар, автожуу бекеттері. 2,5 мың кубтай су қабылдамадымыз. Бұл жақта толған негізі, бұл жерде жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Полифильтрация нелеріміз толып тұр қазір. Несейші толды, ертеңгі ол тасыйма, не бар? Қайта жіберсек кейінгі? Ол жерде өткендер несінде тік дренаж қазырамыз деп отырмыз. Жанынан соң тік дренаж қазып, сбросқа тастатамыз. Енді ауданда жалпы осы кәріз жүйесімен ауызсу, қалада кәріз жүйесімен ауызсу жүйесінде қандай қиындықтар бар жалпы? Қандай олқылықтар бар? Мына жерін бұлай түзету керек, негізі басында дұрыс істелмеген, не болмаса дұрыс есептелмеген деген сияқты қандай мәселелер бар? Тұрғындар кәріз жүйесін қалай пайдаланып жатыр? Мысалы өткен аудан әкімімен аралау кезінде кәріз жүйесінің трассасы үйдің алдымен өткен. Ал көп үйлердің жаңағы жуынатын бөлмесі үйдің артында. Ол алдына дейін өткізу сол қиыншылық туғызады. Одан кейін кәріз жүйесінде насостардың толығымен почти істен шыққан көбісі. Екі насос тұратын жерде бір насос тұр, бір жерде насос жоқ. Толған дейін ассенизаторский машинамен тартып алып, мына жаққа шығарып жатырмыз. Ол насос жоқ жерлерде насос қойып жаңағындай жетпей тұрған жерлерді толықтыруға не кедергі болады? Ауданның ақшасы жоқ па, әлде мекеме өзі дұрыс есептей алмай отыр ма? Не кедергі болады? Насос жоқ жерде насос қойып, жетпейтін жерді толықтыруға. Енді бұл жердегі бір насостың өзі 1,4 миллион теңге тұрады. Аудан үшін нәрсе емес. Аудан үшін емес, бірақ аудан өткенде облыстық бюджеттен 120 миллиондай беретін болды. Біз сметасын жасап жібердік. Осы жаққа мақұлдап келген жоқ. Егер солар келсе, насостарын жүргіземіз. Жаңағы станциямызда насостарын ауыстырамыз. Енді ол облысқа жалтақтамай жаңағындай өздеріңіздің тапқан табыстарыңыздан, тұрғындардан, тұтынушылардан жиналған қаржының ішінен алуға болмай ма ол? Ертең мысалы облыс бермей қойса не болады? Мақұлдамай қойса. Қала боқ-сүйекке бағып отыра бере ме? Олай болмайды енді.
өзіміздің күшімізбен әрекет жасаймыз, бірақ бізде де қиыншылықтар бар. Мысалы, ауыз су жөнінде бір елді мекенде 23 үй бар. 23 үйге ары кетсек 1000 теңгеден төлейді. Ол жерде есептеуіш бар қойылған. Енді 23 үй. Ол жердегі оператор бар, қосып өшіретін кісі. Оның айлығы 20 000 теңге. Бір өшіріп, кешке азанда қосақ, кешке өшіреді. Енді араға 3,5 теңге отыр. Оның электр энергиясы бар, насосының түйетіні бар. Ол ауыз су үйден канализацияның мәселесі, кәріз жүйесін айтады. Кәріз жүйесінде мысалға жаңа айтып отырсыз, бір жерлерде бір насос бар, бір жерлерде мүлдем насос жоқ. Сол мәселені шешу үшін деймін, ол облысқа жалғастырмай, өздері біздің жаңағыдай табыстарымыздың есебінен не болмаса үнемделген қаржының есебінен алып толықтырып реттеп қоюға болмай ма деген сұрақ қойып жүрді. Енді бірте-бірте соған келеміз ғой, тарифті көтерсек, бізде тек канализацияның өз күшімен өзінің түскен ақшасы ол ешқашан ақтамайды. Ол жетпейді. Канализацияларға қосылған тұрғындардың қаншадан төлейді жатыр қосылғанда? Үй басында төлейді, үйге төлейді ме жоқ, адам басында төлейді ме, қалай төлейді канализация бойынша? Ол ауыз су қабылдаған ауыз судан сонша литражбен есептеліп алынады. Орта есеп. Орта есептің көрпесі бір 1000 теңге, 2000 теңге бөлінген шығар. Бір үй айына. Енді осы жерде мына мәселені айтып кетсеңіз, жаңағыдай тұрғындар канализацияны қолданған кезде памперс тастайды, мусор тастайды, жаңағыдай нәрсе. Бұл проблемаларын айтып өтсеңіз, жаңағыдай тек мен қойған сұрақтарға жауап беріңіз, кеңестік. Жаңағы сұрап жатқан жоқ, тұрғындар қалай пайдаланып жатыр канализацияны. Сол мәселе жөнінде жалпы айтып кетсеңіз, тұрғындар канализацияны қалай пайдаланып жатыр? Тұрғындар жаңағы памперс, мата қалдықтарын барлығын сол канализациядан шайып. Бізде ол насостың астына бар, тіріп болады. Соны істемей қалдықтарын, ол жаңа колодезіміз толып, сонымен тасиды. Бұл тасыған кезде генә білеміз. Бар, машинамен тартып, ана насосты толы шешіп, тазалап, қайтып қоюымыз керек болады. Оған бір күн уақытымыз керек. Бір колодездің өзін тазалауға. Ал енді тұрғындар сондай нәрселерін қоқыс жәшігіне алып тастайтын болса, бізге жеңілдеу көрінеді. Оның үстіне жауын-шашын болған кезде, әсіресе Байтұрсынов көшесі жақтағы көпқабатты үйлердің үстінде жануын судың бәрі келіп біздің канализацияға құйылады. Сол кездерде бізде насостарымыз үлгермей қалады. Сайден тағы бір мәселе, қала көшелерінде кәріз құдықшалары бар, ауыз су құдықшалары бар да, құдықтар. Көп жағдайда асфальттан төмен орналасқан да, жаңағыдай. Кейбір жерлерде асфальттан жоғары орналасқан. Көшеде кетіп бара жатқан көліктер сол жаңағы төмен орналасқан жерде ямаға түспеу үшін машинаны шетқалата, ар жақта қарама-қарсы бетте келе жатқан машинеге жаңағыдай аварийный ситуация дейді ғой, сондай жағдайға душар болып қалады. Бірақ соғыспайды, бірақ дегенмен қауіп төніп. Сол жаңағыдай құдықтардың бетін асфальтпен бірдей қылып, жаңағыдай реттеуге болмай ма ол? Ертең Құдай сақтасын басқа да бір жағдай бола қалса оған кім кінәлі болады? Алдағы уақытта олардың бәрін турлаймыз, бірақ енді құрылыс жүрген кезде, мысалы, біреу отырған, біреу сол қалыпта қалған. Қалада қанша құдық бар сондай? Асфальттан төмен қанша, асфальттан жоғарысы қанша? 30 бар ғой, асфальттан жоғарысы. Төмені бір 20 шақты болса керек. Оның бәрі қанша уақытта ретке келеді жалпы? Кейін оны бірден бір айда реттеп тастаймыз деп айта алмаймыз. Өйткені басқа да проблемаларымыз жетерлік. Алдағы уақытта
жұмыстан тысырақ сіздің ең жаман әдетіңіз бен ең жақсы қасиетіңіз қандай? Енді оны ең жақсы да ең жаман да қасиетін әркімге әртүрлі шығар, бірақ өзім оймен ешкіммен бүйтіп ұрыса бермеймін. Ұжымды да бос ұстап қоятын кездерім болады. Барлығы сол шығар, мінезімнің жұмсақтығы болса керек. Жақсы да жаман да сол. Иә, кейбір кезде мысалы көпшілікпен сөйлескен кезде жұмсақ мінезбен оларға жағасың. Ал жұмысына жүрмей қалатын кездері де бар, барлығы соның кезі шығар деп ойлаймын. Сіз бір жарым айдан бері өзіңізге де былай білініп сезіліп жатқан шығар. Қаншалықты ашық, әділ басшысыз? Енді оны мен өз-өзіме баға бере алмаймын. Өтірік жиі айтасыз ба? Өтірікті лажбайынша айтпауға тырысамын. Бірақ айтасыз. Кейбір кезде де сондай болып қалады. Кейбір кезде қаншалықты жиі? Негізі мені танитындар мен өтірік айтпайды деп біледі. Өтірікке жоқпын негізі. Бірақ өтірік айта салмадым ба деген кездер де болып қалады. Шынымды айтып, жаңағындай бұлай не болғанша өтірік айтып, сытылып кетпедім ба дегендей ой болады дейсіз ғой. Жалпы енді алдағы уақытта мынау кәріз жүйесінде болсын, ауыз су жүйесінде болсын, жұмысыңызды жақсарту үшін, жұмысыңыздың сапасын арттыру үшін қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар енді көп. Нақты жаңағындай жұмысыңыздың нәтижесін көрсететіндей екі жоспарыңызды айтыңызшы. Міне кәріз жүйесінде мына жоспарым бар, ауыз суда мына жоспар бар деп. Кәріз жүйесінде ремонттап болсақ, бізге көп жеңілдік болады. Сосын жаңағы сіз айтып өткен тұрғындарды да көбірек қосуға шамамыз келеді деп ойлаймын. Кейін жұмысшылар, біздің ұжымымыз айлықтары төмен, айлығын көбейтсек, олар егезе күшпен жұмыс істейді деп ойлаймын. Қазірде жаман емес, балдардың барлығы көмектесіп өз білгендерін айтып, қолдау көрсетіп жатыр. Бірінші келген кездерде болмаса, қазір балдар да ретке келіп қалды. Ал су жөнінде бізде асылынан шығын келтіретін мекемеге насостардың күйі. Сол насостардың күймес үшін бұған электр қуатын ойнаудан еден сақтайтын защиталарды қою керек деп ойлаймын. Соларды қойсақ, 24 сағатта өткеннен кейін барлығына реле давление қойып, водокачканы толған кезде өшіп, төмен түскен кезде қосылып. Мекеменізде қанша қызметкер бар? 104 қызметкер. Ең төменгі жалақы, ең жоғарғы жалақы қанша? Ең жоғары жалақы 200 мыңдай алады. Ол енді демалыс күндері шығып істеген кездерде солай жоғарырақ алады. Ал ең төменгі алатын солай ауылдағы жаңағы водокачкаларды қосып жүретін азаматтар бар. 20 мың теңге барлығы жоқ. Азанда қосады, жаңа айтқандай кешке өшіретін жерлер бар. Бір мезгілге бір көріп кетеді. Жаңағыдай қойылған реле давлениемізді көп жерде өзі қосып өзі өшіреді. Бірақ ол кісілер келіп бір қадағалап, күнде 1 сағат, 2 сағат деп көріп кетеді. Ауданда қанша елді мекенде ауыз су мұнарасын ескірген ауыстыруды қажет етеді? 6 мұнара қазіргі таңға аптасына
бір рет, екі рет барып дәнекерлеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кесілген. Соларды ауыстыру керек. Ал қалғандары жаңа нелеріміз де бар. Жаңадан қойылған. Жаңадан қойылды? Жаңадан осы соңғы бір 3 жылда 20-ға жуық бар. 20-сы жаңа болса, жаңағындай алтауы ауыстыруды қажет ететін болса, жалпы 84-тің ішінде ар жағында 58-і орташа деңгейде. Орташа деңгейде. Барлығын орташа деңгейде болады. Оның жаңадан кем еместері бар. Мысалы, металы жақсы, қалың толстостенный металдан жасалғандары, олардың жағдайы жақсы. Сіз қызметке келгелі бері жаңағындай жұмысшы ауыстырып, не болмаса маман ауыстырып, сондай бір кадрлық ауыс-түйіс болды ма? Жоқ, кадрлық ауыс-түйіс болған жоқ, бірақ алдағы уақытта жоспарымыз бар. Мысалы, алдыңғы істеген Тосболат Талғатта жаңадан бухгалтер ағамыз есепшіні. Енді сол бір есепші бар, заңгеріміз бар. Енді іс жүргізуші жоқ бізде, мысалы, отдел кадр, жаңа бухгалтерге көмекшілер керек. Бір 2 бухгалтер, жаңа іс жүргізуші алсақ па деген ой бар. Мамандарды ауыстырмайсыз, бірақ штатты толықтырасыз. Толықтыру керек. Жақсы, рахмет сәке, мынау келіп пікір алмасып, мүмкіндігінше атқарып жатқан жұмыстарыңызды елге, халыққа жеткізуге әрекет жасадыңыз. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз, Құдай қаласа. Біздің сізбен сұхбатымыз тек бұмен аяқталмайды. Алдағы уақытта тағы да қосымша жұмыс жүріп жатқан кездерде де жаңағы айтып жатқан жұмыстарыңыз аяқталып жатқан кездерде шақыратын боламыз. Рахмет, ісіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет.